Ассалаумағалейкум, қадірменді футбол сүйер көрермен. Аси Инсайт YouTube арнасында ұзақ үзілістен кейін бізде қайтадан подкаст. Біздің қонақтар, спикерлер Әлібек Басаров, Дәулетхан Ағайдаров және бүгін ерекше подкаст, соны айта кетейік. Алғаш рет осы студияны жаңарттық. Оның үстіне бізде қыздар футболында, футбол жайында әңгіме өрбейді. Бүгін қонақта Қайсар қыздар футбол клубы, негізі әйелдер футбол клубы, бірақ біздің енді Қайсарда кіл өрімдей жас қарындастарымыз ойнайды. Сондықтан қыздар футболының бас бапкері Берік Сансызбаев және Қайсар қыздар футбол клубының капитаны Құндыз Қожахмет. Қош келдіңіздер біздің студиямызға. Жалпы енді қыздар футболының, енді Беке өзіңіз Қызылордада әке жолын жалғап осы бапкерлік қызметте келе жатсыз. Жалпы қыздар футболын кешеге дейін бірі білсе, бірі білген жоқ. Қаншалықты осы команда жинақтау, чемпионатқа қатысу қиын болды? Ассалаумағалейкум. Енді команда қыздар, тем более қыз бала болғаннан кейін оларды жинақтау оңай емес. Ол қыздарды тем более басқа қаладан өзіміздің Қызылордаға ыстық жерге әкелу, тем более оған тағы қыздарды төздірту, ол екінің бірі, оның көбісі біздің Қызылордалық қалыпсыз ойнату дейсің. Тем более 11-де, 3-те. Оның үстіне понедельник дейсің. Жоқ, енді қазір бір ауа райына қатысты кешкіге қояды деген ойындар. Біз қазіргі келесі ойындарды уже кешкі 8-ге қойып жатырмыз. Әдемі. Уже жақсы. Өткені кешегіде біз 3-те ойнадық. Уже екі командада кәдімгідей ауырып қалды, құлап қалды. Төрт водопой, уже футбол ойнаған жоқпыз, просто выживание. Күн өтті дейсіз. Күнмен таласу болды ғой. Бізде енді декабрьден бастап жасақтағанбыз негізі. Команда қыздармен келісім отырдық, ауызша келісіммен бәрі келетін болды Қызылордаға. Уже ұлттық құрамада ойнап жатқандар бар, соның бәрімен келіскенбіз. Бірақ біз кейін бастағаннан кейін уже февраль айында бастадық, аяғына таман. Уже қыздардың көбісі уже январьдың аяғында уже қол қойып қойды. Кешігіп қалдық қой. Кешігіп қалдық, Уже көбісінен шамалы ведущий қыздар да бар еді тағы да, олардан да кешігіп қалдық. Жаман емес, енді қазір өзіміздің бізге сенген, өзімізді күткен Құндыз бар, тағы да Шөже бар, жаңағы біздің Жансая, енді Шөже дейміз біз оны. Өткені негізгі ойыншылар. Негізгі ойыншылар, олардың бәрі де ұлттық құрамада болды, сборныйда да болды. Осы өзіміздің Қызылорданың түлектері ғой өзі, Қазалыдан шыққан қыздар. Олардың бәрі күтті. Үлкен қыздардың көбісі күтті. Солармен енді қазір, Құдайға шүкір, жаймен келе жатырмыз. Основной өзіміздің бірінші неміз, өзіміздің жергілікті түлектерді өсіру. Тәрбиелеу. Тәрбиелеу, соларды өсіруіміз. Қазір бізде 2009 жыл қызға дейін бар ойнап жатқан. Ол да жаман емес, уже қазір основной составта. Үлкен футболды біліп жатыр. Уже түсініп жатыр уже. Енді Құндызға сұрақ қойсақ. Менде бірінші мынандай сұрақ болып тұр Құндызға ше. Құндыз тұрмыста. Жолдасыңыз жаттықтырушы. Осы футбол әлемінде, ол балаларды жаттықтыра ма, кімдерді? Сіздер жаттықтыра ма? Жақсы. Сіздер бөлек тұрасыздар ма? Үлкен әулеттен келінсіз, жалпы үйде қалай қарайды сондай? Сразу бөлек. Життейске бір сұрақ қойғым келіп тұр да? Сразу бөлек шықтық қой. Сразу бөлек шықтық. Ол кезде мен Томиристе ойнап жүрдім. Иә? Тұрмысқа шықтым, сразу бір 17 күннен кейін ойын болды. 10 күннен кейін сразу бөлек шықтық. Таза мына қазақи менталитеттің сұрағы ғой, жалпы енді ата-ененің Қызылорданың жігіті ма жалпы? Шымкент. Жалпы ата-ененің көзқарасы қалай дегенім ғой, енді жалпы футболшыға келініміз футболист деген жаңа, келініміз караталист дегендей. Сразу дайындап алдық қой. Бірден ба? Үйленбей жатып енді келіскен шығар енді. Жалпы енді Қызылорданың енді Қазалының тумасы, жергілікті қарындасымыз футболға қалай қызығушылығың оянды жалпы? Соны басташы сен. Қызығушылық деген қаяқтан шықты? Кішкентай кезімде негізі ағам тие берсін Серік ағайдан еді ойнағанда. Неде дворда үй жақта. Енді шарбақ қой біздің тілмен. Сол шарбақта ойнайтын едік, екеуміз доп теуіп, сестренкілерім бар, тәтем бар, бәріміз. Отбасыңызбен футбол ма? Сөйтіп ойнайтын едік. Сосын неде ойнайтын болдым. Балдармен ше. Мектепте? Жоқ, кәдімгі үй жақта? Тас қойып қояды. Дарбазаны баклашкамен сөйтіп кәдімгідей ойнаймыз. Ана жерде деген құрсын неше түрлі травма алдым ғой.
қазір жігіттер аямай ойнайды ғой. иә еще ана жерде әйнек жүреді ғой, соған прямой қылайсың ғой. Ауыр жарақаттар болған сияқты ғой. Иә, болды. Бірақ енді соған қарамастан бірақ соның қызығушылық арқасында болды. соның арқасында призер да чемпион да Қазақстан Иә. ұлттық құрамаға да кірді. Иә. Шүкір. Енді сол көшеде жүрген жеріңнен сені байқап қалды ма бапкер, қалай болды? Мектепшілік жарысқа барам бірінші. Сол кезде жіберсін Серік ағай ғой, не істеген. Шақыртқан, сосын Берік ағай, одан кейін Берік ағайға бір қаттырақ сөз айтып жіберген. Басында білмеймін ғой енді. Сол кезде Айта бер, смело. Жоқ. Смело айтып олыңдар. Ертең тренер деген сен. Судья болған ба? Мектепшілік жарыс қой, судья болған. Сол кезде бір орыс ағай деп білмеймін ғой енді басында. Серік ағайдың ұлы екенін де білмеймін. Мына бір орыс ағай дұрыс сөз ете алмайды ғой деп айқайлағанмын ғой. Соны әлі күнге дейін айтады ғой ағай деген. Ондай енді байқамай қалғансың ғой енді. Иә. Жалпы Қазақстанда біздің әйелдер құрамасы, жалпы әйелдер футболы бар екен қай кезде білесіңдер ме? Франциядан бір 12-ден 0 ұтылды ғой біздің құрамамыз, қыздар. Қақпашымыз боқтайтын Қақпашы боқтап кәдімгі орыс, таза орыс енді ол. Барсың ғой негізі ол жерде құндыз, сол ойында. Коня дейтін мен ғой сол. Неше болды сол матч? 12-ден 0 емес па? 12-0 болды. 12-0. Кәдімгідей бір кәдімгі аналардың текпені кіріп жатыр ғой біз. Кені кіргенде қақпашымызды. Жоқ, соңында қақпашымыздың менің ана жерде гол жеріп жыртылып күлгені бар ғой, сол әлі көз алдымда тұрды. Ой, нешеттер. Ол қай жақтың қызы негізі? Тараздікі. Тараздікі, иә? Таразда тренер ғой. Иә. Тренер ма? Дұрыс болған екен. 12-ден кейін тренер болып кетті. 12-0-ден кейін ба? Қазір Қазақстан құрамасының енді әл ауқаты дейміз ғой, жағдайы қандай деңгейде қазір? Баяғы 12-0-дер қысқарды ма? 8-0, 7-0, 6-0 деген секілді. Или жаңа ойыншылар, жас ойыншылар алынды деген сияқты. Құрама жайлы бір айта аласыз? Енді білем, әр өзінің жаттықтырушы, өзі тренердің өзінің көзқарасы бар ғой. Иә, мүмкін біреуі жақсы ойнап жатқандар да алады, біреуі мүмкін өзінің қыздарын өсіруге алады дегенде енді. Бірақ жаймен өсіп келе жатырмыз. Ол енді полноценный чемпионат енді басталды ғой, биыл енді. Қазір енді болашақ енді бізде кәдімгі тіресетін, біраз алдыға қарай ертең жоғарыға командаларды кешегідей Франциялардан 12-ден 0 емес, уже сен ойнайтындай дәрежеге жетеміз енді. Өйткені қазір бәрінде командада қыздар бар, бүкіл командада. Жақында бір матч болады, Кеше Лихтенштейнді. Лихтенштейнді, одан кейін алда маусымда бар ма? Ертең бар ғой, 4-ті ма, 3-і ма? 3-і. 4 ма? Алматыда ойнайды? Астанада ойнайды. Кеше Алматыда ойнады. Енді Берік мырза ренжімеңіз, просто мына қазір біз YouTube-тың астында комментарийлар жазылады да. Мен сол комментарийдің алдын алып, бір сол кез келген бір көрерменіміз қою мүмкін да, ол сұрақты сонымен қойғым келіп тұр да қазір. Сол бірден соның жауабын аласың, комментарий жазбай. Бізге жалпы Қазақстанға әйелдер футболы қаншалықты керек? Және бұл әйелдер футболын құраманы ұстау бізге қаншалықты тиімді, алдағы уақытта онан қандай біз болашақ күте аламыз? Осыған бір осы бапкер ретінде жауап берсеңіз. Өйткені ол сұрақ міндетті түрде қойылады ертең. Осы подкастта міндетті түрде бір 2-3 жерде шығарып. Еркектер қатырмай жатыр. Еркектер қатырмай жатыр, әйелдер не істейміз деген сұрақ болады. Осыған бірден жауап бере кетейікші қазір. Ол баяғыда мен де ойлайтын едім, мысалға өзім балдармен жүрдім ғой енді, жаттықтырушы болдым балдарға. Өзім балдарыма, оқушыларыма Қайсарда да ойнады. Қыздармен қалай жұмыс істеуге болады деп. Мен көбісінен қыздардан қашатын едім. Бірақ ойлаймын, былай қыздардың футболы мен ұлдардың футболы енді ерекшелігі бар, бірақ енді ондай қатты да емес. Бір жағынан тренерлерге де жақсы, сабырлы болып қаласың. Ана балдардың футболы сияқты емес даже. Деп сөз тазарады дейсің. Сөзім тазарам, өзім тазарам дейсің ғой. Жалпақсы күшті. Неден қашсаң соған тап боласың дейді ғой негізі. Бірақ бір қиыны үйде бір әйелмен не қылам жатты ғой. Үйде бір әйелмен нерві шетемін, жұмыста бір әйелмен нерві шетемін дейсің ғой. Жоқ енді. Әзіл түрінде айтқанда. Қыздар енді ренжігіш, бір өкпелегіш болады ғой. Жалпы футболдағы қыздар қалай қабылдайды сынды? Спортшы қыздар. Бұлар қабылдайды баяғыда анау. Үлкені Құндыз, одан кейін жаңағы Жансая деген Шөже деген қыз бар, одан кейін қыздар бар. Сол қыздардың айтатыны майдасы. Ағай, сіз анау Жансаяны жақсы көресіз, менен гөрі дейді. Жансая айтады, сіз Құндызды жақсы көресіз, менен гөрі дейді. Бірақ бәрібір тренировкада Құндыз айтатыны ғой, сіз аналарды жақсы көресіз, мені жақсы көресіз. Сосын ортасында отырамын ғой.
аяғым мен сендерге не істеп қойдым. түсіне алмайсың Бірге қарап отқан сияқтымын, бірақ өздерінің көзқарастары бөлек та. Енді сондай сияқты. бірақ енді ше Қазақстан енді 14 команда бірінші рет қатысып жатыр ғой. 5-6 команда арасында оның өзінде Биік пен Томиристің арасында өрбейтін еді ғой, бір чемпиондық бір. Иә, Биік, Оқжетпес, Ақтөбе. қазір Ақтөбе 3-4 команда еді. Шымкентте тіпті бір Барселона ұтқан бір клуб болды ғой, ордабасының қыздар құрамасы. Биік па сол? Барселонаны ұта алмады ау. Ұтқан, Барселонаны ұтқан, мен білемін ғой. 3-1 есебімен. Бір 3-те ойнаған шығар түскі. Жоқ, ол кезде бір не ол болды? кезде түнде 4-те Мен ойнадық бардым, сол кезде Ақтөбеден жарыстан келдім де, сол ойын болатын болды. Мен командировать етілдім де, как раз Дюшадан. И сол ойынға бардым. И жел болып тұр ғой, бір воротаға қарай. И угловой көтереді, Биік. Топ кетіп бара жатады да, бір жел қатты көтеріледі де, девятка кіріп кетеді ғой. Желмен ба? Желмен, иә, прямой. Голдың авторы желді біз. Сонымен екінші гол салады айтып. Олар бір кезде Барселона салады. И екінші тайм басталды. Енді бірінші тайм былай қарай жел ұрып тұрды ғой. Екінші тайм былай. Угловой тағы да. И жел былай қарай ұрады ғой. Көтереді. Қайттан прямой желмен девятка кіріп кетеді ғой. Мен айттым, хорошо, что бізге жел көмектесіп отыр. Туған жердің өзі. Бірақ енді екінші кездесуде енді аяған жоқ енді. Барселонаның уровені енді бөлек қой енді сонда да. Тики-такаға шығар қыздарда. Бірақ тарихта қалды ғой, Барселона ұтты. Тарих ол сайрап тұр. Бірақ енді Биіктің өзі де Қазақстандағы былай беталды клубтың бірі ғой. Лига чемпионға шығарып жатыр, әйтеуір Биік негізі, иә. Неше академиясы бар. 12-ден 13 болма уже, 12 дүркінет. Сондай 12-13. Иә, 12-13 сондай. Жыл сайын алып отырады ғой. Өйткені оларда академиясы бар өзінің. Қыздарды жағытып, сол жақта дайындайды, өздері оқытады. қыздар цеха барып ойнағысы келеді шығар. Енді қыз баланы былайша 400 қыздан бір возрастқа, бір 400 қыздан бір құрама жинайды ғой өздеріне, бір командасын. Іріктеуін жасайды солай. Выбор көп қой. Выбор көп. Мен ояқта ойнауды емес, ояқта сол Биікті ұтуды армандайтын едім. Бірақ ұттық қой. Ұттық. Шүкір, иә. Қашан? Біз Қазалыдан как раз Қызылорда облысының құрама командасымыз. Иә, Ю-19 как раз 19 жастар, иә, біз айтып жүрдік, Биікті бір күн ұтып аламыз. Постоянно Чимкентте болады. Чимкентте андай ғой судьялары. Бір жағы істемейді постоянно. Айтпай қойды, бір жағы істемейді. Екінші тайм бір жағы істемей қалады. Сонымен бардық, енді ол кезде былай групповой ойнадық, стыковочный ойнадық, сонымен Биікпен кездесіп қалдық. Сонымен бірінші общий ойын 0-0 бітті да, и по пенальти ұтып алдық. Бірақ екеуміз те бір группада ойнадық, бірақ. Екеуміз бір группадан шықтық. 0-0 мен ойнадық, есебіміз тең болды. Одан кейін кездестік қайттан. И финалда по пенальти сонымен чемпион Қазақстан болдық. Ол кезде уже құндыздарда U17, U19 ұлттық құрамада уже ойнайды сол кезде де. Біздің ұлттық құрамадағы стартовый құрам қандай, және ол жерде біздің осы Қайсардың сапындағы қыздарымыз бар ма? Мүмкін алда болады шығар. Түркия чемпионатынан бір қыз бар деп естідім біздің Қазақстан. Азаматтығын алған ба сонда? Жоқ. Түркия чемпионатына шақыртып алған. Шақыртып алған. Сол жақта Зайнуддинов сияқты ше? Легионер болып па? Карина шығар, Биік, ойнап жатқан. Сол жақта ойнап жүр. Ойында бөлек ау? Иә, жақсы. Жақсы. Кешегіде ойындарда сол гол салып жатыр. Иә, сол ұлттық құрамада. Осы жерде Қазалымен байланыстыратын екі нәрсе бар негізі. Әлби Басаров та Қазалы құрамасын осы Жайдарманнан біраз алға сүйреген. Негізі біздің қыздар футболы дегенде бірінші ойымызға келетін Қазалы. Басқа аудандар, қалада бар ма қыздар футболы? Енді оны біраз облыс спортта сол жұмыс жасалды, әр Дюшада ашу. Енді жаттықтырушылар ұстай алмады. Именно қыздарды жинау, келтіру оңай емес. Өйткені біреудің ата-анасы келіседі, біреу келіспейді. Оның болашағы бар ма, болашағы жоқ па деген сияқты болады. Я, сосын көбісі андай, не деп ол қыздардың футболы емес қой, ол қыздардың айналысатын спорт емес қой деген сияқты болады. Енді ол сана сезім енді баяғыда қалып қойған, қазір өйткені қыздарға болашағы бар. Я, қазір әйтеуір командада бар ойнап жатқан. Негізі жіберу керек, бірақ қазіргі ситуацияда жоқ. Вот именно Қазалыдан басқа ешжерде. Ата-аналар жалпы қыздарды биге береді. Қазалыда қазір кім қыздар футболын жаттықтырып жүр? Бізде осы неге дейін Қауымбай Әлишер деген
жұмыс істеді қыздар футболымен. Қазір ол Қайсарда, ол Қызылордаға келді, ол өзінің командасымен. Қазір ол жақта футбольный центрде жұмыс жасап жатыр. А Қазалда номер 17 мектепте қыздардың футболын үйірмесі сол Әлішер кеткен кезінде жабылған. Соны қайтадан бір жаттықтырушы әкеліп қоюға. Өйткені енді неше жылдан бері ол Қазалының футболы дегенде енді ол призер да бар, чемпион да бар. Осыдан осы Қайсарға да келіп жатырмыз. Осы Қайсарға да сол жақтан келіп жатқан қыздар бар. Оны неге жоғалтпауымыз керек? Өйткені өзі қыздардың футболының шыққан жері сол жақ қой. Қызылордада қыздар футболының отаны Қазалы болып тұр ғой енді. Көгалды хоккейдің отаны жаңа не деген сияқты, Сырдария деген сияқты. Көкпар жаңа Орған деген. Сондай сияқты. бір жағы жақсы ғой, әр ауданымыз бір спорт ұстап алған. Сұрақ енді менде ана жұрттарында да бір ойында бар шығар, менде соны ойымда тұр. Ерлер футболына қарағанда айлық жалақысы қалай болады қыздардың? Қиын ба, қиын емес па? Күрсінді ғой құндыз. Жоқ, мысалы басқа клубтармен салыстырмалы болсақ. Құндыз бедетін сияқты, соны айтыңызшы бергі. Қашан деседі деп. Ертең бір айтып отпаймыз ба? Асқат тағы бірін құсап, осындай миллион алады деген сияқты. Жоқ, енді біздерде қыздардан ондай бір миллиондап алатын қыз жоқ. Орташа бағалары ғой, сол өздерінің Конфиденциальный ма? Иә, енді оны айтпай ақ қойып, енді бұл не демейміз, жоғарыда емес, сол 500 мың әйтеуір. Одан 500 мың аралығында ғой, қыздар. Жалпы тегін жүрген жоқ ең бастысы, әйтеуір еңбек ақысын алып жатыр, бастысы. Тегін жүре алмайды. Енді одан да бұрын енді Берік мырза жалпына жаттығу мәселесі, жаттығу жиындары қайда өтеді? Мысалы біз білеміз, Қайсар Түркияда жаттығу жиындарын өткізеді. Ал мысалға қыздар құрамасы қайда өткізеді жаттығу жиын? Сол Қайсарда бірге барып, әлде Шымкенттің биігіне бара ма, Талғарда Далбаламыз деп. Сол жалпы қайда өткізеді қыздар? Ағириясқа барамыз ба? Қыздар футболы бір оқу жаттығу жиынына жаңалық шықты ма өзі? Түркияның өзінен енді мойындауымыз керек қой, шындықты бек айтайық. Түркияның өзінен біз Қайсар қарызбен қайтып келеді мысалға жаттығу жиынынан. Мысалға келген кезде. Мысалы ол қалай жүреді осы процесс? Ол кезде ақша аударылмайды ғой енді. Қолхатпен барып келеді ғой. Қой енді, одан кейін төленіп жатқан шығар, бірақ дей тұрғанмен сондай факт бар ғой енді, факты айтқанымызға не сайып. Бірақ енді қаншалықты қолдау болып жатыр. Қыздар футболына бөлінетін қаржыда енді Қайсармен салыстырғанда жер мен көктей ғой. Түсінікті ғой, бірақ жаттығу жиыны өту керек Түркияға қой енді. баратын бюджет жоқ қыздарда. Бірақ енді Қазақстан ішінде қалай? Ташкент, Алматы деген сияқты, иә? Ол енді біз жаңа айтып кеттім ғой, біз кеш бастадық. Өзіміз қыздарды іріктеуіміз бар, қыздармен сөйлесуіміз бар, оны ол жаққа жинауымыз бар. Уже біздің де алдымызда чемпионатымызда басталатын уақытта жақындап қалды сол уақытта. Біз бірінші сбордың бәрін осы Қызылордада өткіздік. Местный сбор, өзіміз ол жақта жасақтадық. Сосын әрмен қарай бір 4 күнімізді жолдастық кездесу Шымкентке бардық. Сол жақта командалармен ойнаймыз деп. Практика жүзінде. Практика жүзінде. И сонымен қайттық қой, бірақ енді Шымкентке бардық, как раз сол уақытта бардық. Бізді күтіп отыр екен, как раз сол моментте жаңбыр жауды, тоқтамастан 2 күн, артынша қар жауды. Сонымен бәрі ірі. Бұтшы да неште енді білмеймін, неште футбол емес, бір шомылып қайтуға барған сияқты болды енді. Бірақ бір соңғы күнде әйтеуір бір күн ашылды. Сол кезде жолдастық кездесуімізді оған дейін ангарда ойнадық, содан кейін уже сыртқа шығып поляда ойнап шықтық. Сол біздің бір сборымыз өтті сорада. Енді қазіргі таңда бізді әйелдер футболына қызықтыру үшін ең бірінші нәрсе әлеуметтік желі ғой. Халықтың әлеуметтік желідегі маркетинг дұрыс болу керек сияқты. Сол үшін қандай жұмыстар жүргізіп жатыр? Болмаса біздің Қайсардың ішінде де типа блогер қыздар бар ма? Негізі өз-өздерін түсіретін. Мысалға мен элементарный кешені Чемпиондар лигасында анау ортадағы доп сияқты нені алып шығатындар басына камера салып алып бір қыздар түскенде бүйтіп видеосы. Кішіден Чемпиондар лигасының стадион ішінде жүгіріп жүр. Сол сияқты мысалы өздеріңізде болып отырған жаттығулар, соларды бір өздеріңізше түсіретін бір блогерлер, мүмкін олар танылмай жүрген шығар. Мысалы ана волейболды Сәбин Алтынбеков көтеріліп кетті деген командасында. Сондайлар бар ма? Бізде енді бір официальный мобилор жоқ. Бірақ енді бізді мынау қалай айтсам болады, балаға қарағанда қыздар шамалы нелеу ғой. Білмейсіз, тапқырлау әйтеуір. Өздері тұрып алады да бір мәселені түсіреді. Бір тренд түсіреді. Түсіреді әйтеуір. Тренировканың, жаттығулардың нелерін түсіріп алады, соны сайтқа салады, өздері группа ашылды. Инстаграмда, сол ТикТокта да әйтеуір өздері жүргізіп жатыр. Мүмкін соларды бір қаттырып жүргізу керек шығар деп ойлаймын. Или мүмкін біз білмейтін адамдар бар шығар.
мен мысалға жаңағы волейболдан Сабинаны танимыз деген сияқты ғой мысалы. Зарина Диас арқылы мысалы Қазақстандағы теннисші қыздарды біз неғып кеттік, қарап кеттік деген сияқты не ғой бұл жерде. Иә, сол сияқты мысалы хал ахуалын, жағдайын бір айта алатын сонда мүмкін әйелдер футболында басқа клубтарда жүрген қыздар бар ма мысалы? жоқ, барынша ана неге общий Қайсарға несіне түсіреміз ғой, бірақ андай қылып. Қайсардың вратары кім? қақпашы. Қақпашы Мұханова Дана, сосын Қазыбек Дананың Аяулов. сіңілісі бар ма? Соны мобиловый қойып қояйық. Сол мен де сөйтіп ойлағанмын. Салай бірінші қойып қойған. Айдос Мырзалы деген мобилограф бар сосын. Айдос Мырзалы QG лиганың 3 матч. Айтпақшы ол QG лигада жүр ғой. Оның қыздарға деген несі жоқ, сосын Жақында тұрып болашақ үйленеді. келіншегі қызғанша. Тамаша, жақсы. Мен осы Құндыздың алғашқы турда соққан голын Инстаграмға жүктеген біздің Қайсардың қыздары жетісуды 3-те Тоғыздыққа топ өткізетін гол ма? Иә, 9-қа салған сол деген қырғын лайк, комментарий, просмотр жинады. Ойлаймын, енді қыздар футболына да сол кезде, мына қыздар да мынадай теп алады екен ғой, небір нелер кетті да. Пікірлер ғой, иә. Пікірлер кетті. Жаймен бізде Қазақстанда қыздар футболына енді көзқарас қалыптасатын шығар осылай енді. Толыққанды чемпионат биыл бірінші рет қолға алынды. Сондықтан бір жылдар өте келе қыздар футболы әлі жігіттерді басып озатын сияқты. Біз өйткені біздің қыздар қашанда тарихтан намысшыл, жеңіске деген құлшынысы зор ғой енді қыздардың. Осы қыздар футболында бір бағыт алатын, өзің бір жақсы көретін шетелдік футболист болсын, қыз бірақ. Әйелдер құрамасында кімге бағыт аласың, кім жақсы көресің, кімнің ойындарын сүйіп қарайсыз деген сияқты. Құндыздың да сүйіп. Мен футбол қарамайды екенмін. Мен футбол ойнаймын деші. Қарасам тек Қазақстан балдарыныкін қараймын. Өзіңіз қарсылас болған командалар, ұлттық құрамада жүрген кездегі шетелдік қарсылас болған командалардың ішінде тактикасымен бір қызығып, мен мына ойындаймын, мынау шынымен де бізден мықтырақ екен дейтін қыздар табылмады ма? Білді қызықпадың ондай нәрсе? Мен қызықпадым жеп, сол шетелдің нелерін былай ойындарын. Атау қиын десең. Ана еске, не істеу қиын. Или бір дос соқ қалғандар бар ма ішінде? Мысалы, Түркияда бір досым бар, мынаяқта бір досым бар дейтін. Жоқ, ондай бүйтіп не істеймін. Сен араласса адамдармен өзі. Өзім командамда. Жалпы бүгінгі негізгі подкастымыздың былай айтқан кезде осының мақсаты не? Мен соны айтқым келіп тұр да. Мақсаты біздің көріп отырған қалың көрермен осы YouTube арнамыз арқылы қызылордалық жергілікті футбол жанкүйерлері бізде қыздарға қолдау керек. Қолдау тек қана рухани қолдау керек. Стадионға барайық, қолдайық қыздарымызды. Ойынды көрсін. Сол кезде қыздарға бұл былай айтқан кезде жігер сыйлайды, мотивация сыйлайды, ертеңгі күні барда ашыла бастайды. Сол жерде тек қана Қайсарды ғана қолдай бермей, жанкүйерлердің қолдауы қажет ақ. Барабанымызды алып барайық жаңа. Біздің қасқырларды қолдап жүрген фан-клуб бар ғой Қайсардың. Қайсардың фан-клубы бұл тек қана Қайсардың жігіттеріне емес, қыздарына да қолдау берсін, келсін сөйлейік. Қыздардан бір фан-клуб ашу керек сияқты. Қыздардың фан-клубын ашайық. Сол жерде де жанкүйерлердің арасында бір маркетингі жаңа Ғалымжан көріп отырса, бізді бір ойындар ойнатсын, болмаса көрермендер қызықтырсын, тартсын. Осындай бір жұмыстар жасалу керек. Негізгі мақсатымыз да осы бұл подкаст негізгі. Негізі жалпы енді жаңағы сөздің жаны бар. Бізде қыздар футбол командасын ашу керек деп жоғарыдан тапсырма берілді. Барлық кейбір командалар енді для галочки бар ма бар деген сияқты башқан сияқты да. Бірақ енді соның бірі біздің Қызылордан деусек те болатын шығар. Соңғы айда шешілді. Енді қаржысы да енді бір басқа командалармен салыстырғанда бір жоғары деуге келмейді. Әйтеуір бір чемпионатты өткізіп шығатындай қаржы. Сондықтан біздің қаракөз қыздарымызды облыс басшылығы енді жомарт азаматтар көп қой бізде, небір ұлттық компаниялар бар, бір солар қолдаса қыздарды, өйткені біздің қыздар намысты қолдан бермейтінін. Енді кеше Құндыздың голын көріп отыр ғой. Бюджетпен ойнайтын болсақ, біз қазір соңғы орында келе жатырмыз. Былай жасау керек. Құндыздың кешегі ана голы бар ғой. Соны қиып алу керек, әдемілеп. Сөйтіп қиылып дайын тұр ғой, иә. Болды, флешка бар ғой. Соны алып алу керек тағыны Қазгермұнайдың басшысына бару керек. Көрдіңіз бе, қалай гол салып отыр деп ше. Ол неміс қол. Мейлі, немістер тіпті футбол жақсы көреді. Гутен так деп бару керек. Сосын одан шығу керек тағыны Торғай Петролінің бар. Біздің компаниялар ғой, Петро Қазақстанға барып көрсету керек. Міне көке, аға, біздің мына жеріміздің қара мұнайынан сіздер ақша істеп отырсыздар, Құдайға шүкір. Енді осы жердің астындағын сіздер алып отырсыздар. Бетіндегі байлығы бұл спорт біздің болашақ.
мына қыздар мінекей өрімдей қазақтың қыздары мінекей шашын түйіп тастап жас алаңда жан алысып жан берісіп ойнап жатыр. Берсей бір 5 миллион берші құдай ай, 5 миллион деген мысалға деп жатыр. Басында алып алайықшы 5 миллионды әсей. Құндызды крупный алыңыздар. Бұл ертең болашақ біздің жаңағы 12 голдан кейін бұл құндыз әлі ашулы ертең салам дейді Францияға. Қазір бізде топ енді мынау 14 команда ойнап жатыр деп отыр. Соның ішіндегі бомбардир кім? Қазір қай командада? Біз уже енді қызығып жатырмық сол нәрсеге қарай. Білмеген ақпарат білмей жатсақ ренжімеңіздер. Биік Қазығұртта Габелия бізде. Габелия. Түбейнікі де сондай. Барлығы бұл жақта местный ойыншылар жоқ. Основной барлығы приезжий. Легионерлер, солармен ойнайды, а местный воспитанниктер ол жақта ойнайды. Соңғы ойындар бізде неше болды? Соңғы неше ойын ойнадық уже? Неше тур? Біз кешегіде 5 ойын подряд атып келе жатқан Қызылжар тоқтаттық. 6 орында келе жатыр қыздар. Жоқ, білемін, 6 орында келе жатқан, бірақ ойын нелерін көрген жоқ. Сосын Ақтөбедегі ерлер футболын қолдаған сияқты Ақтөбедегі қыздар футболына қалай? Көзі қарасы халықтың. Жоқ, кәдімгі болельщиктер білмеймін енді жақсы білмеймін. Ақтөбемен біз ойнадық. Ақтөбемен біз ойнап жатқан кезінде енді көрініп тұр, ол жақта енді 14-15 легионері бар, өздерінің ойнап жатқан Ақтөбеде. Бірақ болельщиктер келгені бізге болеть етіп отқан. Қайсар. Қазақ қыздар ойнап отқаннан кейін ғой. Бірыңғай енді ол жақта Ақтөбеде қыздар бар. Атырауда да сондай болды. Сол үшін ана жақта бір 30-40 шақты адам келді, бірыңғай бізге болеть етті. Көрдің ғой. Сөйтсе жаңағыдай бір тренер айтады ғой, бар болельщиктерге рахмет айтшы десе, ішіндегі бір капитан айтады дейді, біздің болельщик бұл жақта жоқ, біздің болельщик анау 5-ші этажда отыр деп кетті. Олар шештоп кетті. Жаңа кімде Ақтөбеде Қайрат гол салған кезде екінші гол. Дастан Сәтбаев тұрып футболкасын шешіп қойған кезде бүткіл Ақтөбе тұрып шабалақ ұрып дейді мысалға. Өте күшті. Ол мойындауы талантты. Просто таланттана енді голдар. Мойындай білу керекпіз ғой, біз сол қазақтағы мына көре алмаушылық деген эгоны құртуымыз керек. Енді Құдай қаласа амандық болса, енді сол Қайсардың қыздар құрамасы жаңа айтып отырған Барселона деген сияқты топтық клубтармен күшті бір терезесі ойнап чемпиондар лигасында ма, білмеймін, сондай бір ойындарды біз қазір жігіттерден жақсы келе жатыр қыздар негізі. Негізі дәл қазір мойындайықшы. Қыздар футболында бізде шанс көп. Жалпы мына Қазақстан чемпионы болуға клубтық деңгейде, онан қалды жалпы чемпиондар лигасына қарай шығуға, Қайсарға қарағанда дегенім ғой. Чемпиондар лигасына қыздар командасынан неше команда өтеді? Конференция, Лига Европа бөліне ме оларда? Біреу болу керек. Екеу ойнайды. Екеу, иә? Енді бізде қазір Ақтөбемен келе жатқан сонда? Жоқ, Биіктің арқасында Ақтөбеде шығады да, а если Ақтөбе ұтып кетсе, биік шыға алмайды ғой. Екі команда шыға алмайды, бірақ команда шығады. Бізде Қазақстан сөйлеп жатқан биік қой айтқан. Рейтингті көтеріп келе жатқан сол ғой. Қазақстанның қыздар футболын биікке көтеріп жатқан. Бір не айтайын енді, өткенде бір видео көрдім TikToktан. Қызылорданың қыздары жаңа жаттығуға шығып жатыр. Бір ыстық болды ғой өткенде бір. 40 градус, иә. 43-44 градуста. Қарғалар құлап атқанда қыздар жаттығу жасап жүрді ғой. Басыңызға манишка тағып. Иә, қызық. Сондай қыздарды қинауға сізге өзіңіз не қылмайсыз ба? Ол жай ғой, Қазалыда вообще қинаған. Жоқ, ол қинағанда орада енді бізде уақыт жоқ басқа. Былай барайын десең, басқа команданың жаттығуы болып жатыр. Бас команданың жаттығуы дейді. Мына жаққа кешке барайын десең, ол жақта да тағы да уже уақыт жоқ. Сонымен амал жоқ, оны тағы жаттығу жасамасаң, бізде Қызылорда 9-дан бастап ыстық қой былайша. Еще ойын 11. Былай кетіп қалсан да ыстық, былай кетіп қалсан да ыстық. Сосын амал жоқ, былай әйтеу 10-11-лерді алып аламыз да, хотя 1 сағат болса да жаттығу жасатып аламыз. Енді оны тұрып қалсаң, ойбай ыстық деп, ол бізге ертеңгі ойындарымыз алдымызда келе жатыр. Иә. Ол хотя бы біз физически қумасақ та, хотя бы допты ұмытып кетпесін. Шамалы анау-мынау домашний заготовкалерді істейік. Шамалы дене қыздыру ғой тек анарда бір групппен. Енді амал жоқ. Оғанда төзу керек, оғанда шыдауымыз керек. Енді қазір кешке қарай кеттік қой. Бұл жақсы қайта. Ана 2014-те ма чемпион болатын кезде. Сол кезде 1 сағаттық кросс Қазалыда. Тапа-талсы 2 сағат. Қатты жамандай берме енді. Ертең кейсесің ол. Ағай, болған шығар. Мен айтамын, ағай, болған шығар, шаршадық. Су керек қой енді. Жоқ, көріңдер дейді. Одан кейін басылдық. Аяушылық жоқ. Бірақ соның арқасында шүкір. Бірақ соның арқасында біз жақсы тыңғылықты дайындық жасадық. Тыңғылықты жоқ, физически де, тактически де алдық. Біз групповой этаптан бастап, бізде 4 тур өтеді. 4 кезеңде де финальный этапқа дейін бір жеңіліссіз бардық.
ол кезде биік деген анау бәрін 15-0, 17-0 бәрін ұтып келе жатыр. Олар тағы да 15 қызы сборная ұлттық құрамада ол кезде. Соққа дейін олармен тең ойнадық, тағы да финалиниде екеуміз тең ойнап победаны ұтып кеттік. Бір ұтылыссыз бар. Сол енді сөзіңізді жалғайын. 15-0 дегенше осы чемпионат қыздардың несін жаңа майскордан қарасаң 17-0, 19-0. 20-0. Соңғы командасы кім еді? Соңғы тұрған команда кім еді? Ол жетпес. Соншалықты алшақтық бар ма? 61 деген промоушен дейма сондай Енді еді. бізде мынақта жаңағы айтып отқан 6-7 командада легионер бар. Сосын бізде қазір доп айырмасы дегенді қойып қойғанда ортада регламенті бар өздерінде ше. И командалар қазір бір-бірінен озып кету үшін аямайды. Сен бөле мынау кешегіде айтқандай 17-18 жасар қыздардың енді физически да, сосын тем более легионерлер, легионерлер енді аямайды. Қасыңа мыңмен өтіп кетіп отыр дейсің ғой, вырр етіп. Ана биіктің кәдімгідей анау Ақалтекинский не сияқты, порода сияқты негр қыздары бар ғой. Негр қыздары енді баяғыда есімде анау айтап күн ыстықтарда ойбай қазір мына бүкіл команда өлтіріп аламыз қазір. Ұстап аламыз ғой деген сияқты бір ойлар болады ғой. Сөйтсе поляда тұрған 21 өліп қалған ғой. Негр жүгіріп жүр. Афроамерикандық деп айтайық, афроамерикандық. Біздің қыздарды қолдауға 16 маусым күні сағат 20:00-де Ғани Мұратбаев атындағы орталық стадионда күтеміз. Қазақ футболының флагманы биік командасымен кездеседі. Енді өте бір оңай қарсылас емес, өте қиын қарсылас. Қыздарға сол ойында негізі жанкүйерлердің қолдауы керек. Соңғы сұрақ, жалпы Қайсар қыздар футболының алға қойған мақсаты осы маусымға өздеріңіздің енді бір үздік үштікке кіру демей-ақ қояйық, енді қандай мақсат қойып отырсыздар? Бізде де енді бір алдымызда бір басшылықтан ешқандай алдымызға қойылған тапсырма жоқ. Бірақ өзіміздің командамыздың іштей өзіміздің мақсатымыз бір 6-лық 7-лікте қалсақ деген амбиция. Енді анау легионерлер бар командаларды есептегенде хотя бы сол жерде қалсақ, ортасынан жоғары деген сияқты қалып. Енді бірінші жыл алдыға, сосын екінші, үшінші жылдан бастап, үшінші жылдан кейін уже чемпионствоға, уже нәтижеге жұмыс жасаймыз. Енді қыздар жаман емес, қазір ойыннан ойынға, жаттығудан жаттығуға уже үйренісіп келе жатыр, қалыптасып келе жатыр. Болашақ біздің чемпиондарымыз ғой енді. Құндыз арманың? Құдай қаласа чемпион болу ғой енді. Қайсармен чемпион болу. Не чемпион болу? Қайсар клубында ойнау десе. Не чемпион болу? Или клубтық чемпион Европада? Ода да. Қазақстан чемпионы болса, и енді лига чемпион қылшы болу Құдай қаласа. Құдай қаласа. Чемпиондар лигасына барып, Құндызды көріп отырсақ ертең. Негізі Сен кім едің дей салады, бұл танымай ма? 3-4 адам келіп видео түсірген. Құрметті Арсен сайт YouTube арнасының көрермендері, бүгінгі подкастымызды осы жерде аяқтаймыз. Біздің студиямызға келіп, ашық емін-еркін сұхбат бергендеріңізге рахмет. Келесі подкастымызды Құдай қаласа үзбей түсіретін боламыз. Арнамызға жазылып қойыңыздар, лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар. Біз сол бойынша түсірілім жасайтын боламыз. Приемом.